Қайырлы күн, құрметті тыңдарман. Бүгін мен сіздерге өзімнің еңбек жолым туралы айтқым келеді. Ең алғашқы еңбек жолымды мен Қарағанды халықаралық әуежайынан бастадым. Университет бітіріп, диплом алғаннан кейін, бір аптадан кейін өте қызық оқиға болды. Әдеттегідей бір отбасылық мейрамда менің туысқаным, папамның қарындасының күйеуі жездем сұрады: ал енді не істейсің, қайда жұмысқа тұрасың деп. Мен әлі тіпті іздеп үлгерген жоқпын. Енді ғана бір апта бұрын ғана диплом алғам. Мен айттым, білмеймін қайда баратынымды деп. Ол кісі: жүр менімен бірге, ертең аэропортқа барасың, сонда бір бухгалтер керек деп жатқан, мен сені сонда апарып таныстырам деді. Сосын мен сол кісімен еріп аэропортқа бардым. Онда главный бухгалтер Сания Фаритовна кеше ғана болғанда есімде, менімен танысып, ол кісі айтты, бізге салық есебі бойынша зам қажет деп, орынбасар керек деп. Сен енді ғана университет бітіргенсің, тәжірибең жоқ, сені ала алмаймын деді. Сосын мен сол жерде тұрып айттым, бүкіл объявление, хабарламаларды оқысам, бухгалтер іздейміз, 3 жыл тәжірибесі болу керек деп жазылады. Мен ол 3 жыл тәжірибені қайдан алам, қызықсыздар деп. Баламын ғой, ойымды айттым. Сосын ол кісі күліп, егер уақытың болса, басқа жұмыс болмаса, жаңағы тәжірибе алмасуды бізден өте ғой деп айтты. Сөйтіп мен 2 ай бойы, жаңағы июнь айы, июль айы, августқа дейін сол аэропортқа күнде жұмысқа барғанда кешікпей барып, күні бойы жұмыс істеп, айтқандарын орындап, басқа бухгалтерлардан сұрап, жаңағы өте қызығушылығым жоғары болатын. Содан 2 айдан кейін ол кісі өзінің кабинетіне шақырып алып, жаңағы бас бухгалтер: сен маған ұнайсың, мен сені осындай жұмысқа алам деп, сөйтіп сол жерден тәжірибемді бастадым. Сол тәжірибемді бастағаннан мен аэропортқа 10 жылымды арнадым. 10 жыл бойы жай маманнан бас бухгалтерге дейін өстім. Сол менің жаңағы әуежайға айтар алғысым шексіз. Өйткені тек қана тәжірибе алып қоймай, мен өмір мектебін өттім деп айта алам. Жұмыста бухгалтерия есеп бөлімі ол өте үлкен жауапкершілікті талап етеді. Ол құжаттармен жұмыс істеу, әрдайым заңда болып жатқан өзгерістерді қарап отыру. Егер де сен бір жерде қателессең, ол ақша, сен цифрлармен жұмыс істейсің, ол қателікті кешірмейді. Мен білім алдым, 4 жыл бойы іштей оқып, бірақ та жаңағы теория мен практика ол сәйкес келе бермейді. Практикада мүлдем бөлек. Сонда қиындықтар болғаны ұзақ уақыт алатын. Мысалы, мен жұмысқа таңертең барып, сонда қонып, таңға дейін жұмыс істейтін күндерім болатын. Сол берген тапсырманы істеп болмайынша мен үйге қайтпайтынмын. Сондай бір мінезім бар. Сонда айтатын, болды, жарайды, содан кейін істейсің дегенде, жоқ, мен осыны бітірмей бармайым деп, сондай бір қырсықтық па әлдене. Қазір Ресейге келе есіме түскенде оны күлкімен еске алам. Бізде және де бухгалтерлік программа, мысалы білетін шығарсыздар, 1С деген программа бар. Сонда аэропортта біз жиі бір программадан бір программаға көшетін едік. Жаңағы бізге жалданған программистердің өзі таң қалатын, бір күннің ішінде қаншама операцияларды көшіріп тастаған, бұл кім деген кезде бәрі міне инабат деп. Қиындықтарды, мысалы, қиындық болды, жылайсың да, күлесің де, жаңағы жұмыстан келіп, тамағыңды ішіп алып, қайтадан Google тебе в помощь деп айтады ғой. Сол сияқты әр қарай оқитынмын, білмейтін затымды, және де білмеймін деп айтуға мен намыстанатынмын. Әрдайым соны іздеп, жауабын тапқанша
қоймайтынмын. Ол үшін бәріңізге белгілі, оған қаншама жүйке жүйеңді құртасың, уақытыңды құртасың. Бірақ жеме-жемге келгенде сол жауапты таппай қоймайтынмын. Сондай бір қиындықтар болатын. Өмірде жіберген қателіктер туралы айтатын болсам, енді қателіксіз адам болмайды деп ойлаймын. Мысалы, әтең олай емес, былай жасауым керек еді, немесе ойланып барып істеуім керек еді, тіпті ойланып барып сөйлеуім керек еді деген сияқты, өмірде болып тұрады ондай заттар. Ең бастысы сол жіберген қателіктерден сабақ алу, келесі рет оны қайталамау деп ойлаймын. Жаңағы айтады ғой, сүрінбейтін тұяқ болмайды деп. Мысалы, мен ойлаймын, жұмыс істеп жүрген кезде, енді жас маман болып, мен ойлайтынмын, үлкен кісілердің бәрінің тәжірибесі бар, бәрі білімді деп ойлайтынмын. Бірақ та өмір көрсетеді. Мысалы, бір адам өзі бір салада ғана жұмыс істейді, және ол профессионал болмауы мүмкін екен. Мен соған басында өмірдің жаңағы жұмыс істеп бастаған кезде оны білмедім. Адамның бәрі бірдей деп ойладым және де. Мысалы, бәрі бірдей саған жақсылық тілейді, немесе жаны ашиды деген секілді ойладым. Мен сондай адаммын, барлық айналамдағы адамдар бірдей деп ойладым. Бірақ та бес саусақ бірдей емес, әртүрлі адамдар болады, адамдардың әртүрлі ойлары болады. Сондықтан мен келе-келе адамдарды жаңағы шын ниетін көруді үйрендім деп деуге болады. Мен мотивацияны қайдан аламын? Біз күнделікті өмірде әртүрлі адамдармен, әртүрлі жағдайлармен кездесіп жатамыз. Мысалы, осы бір-екі апта бұрын ғана жаңағы интернет желісінен барлықтарыңыз мүмкін көрген шығарсыздар, білетін шығарсыздар. Жаңағы Ресей Федерациясында казармада бір болған жарылыстан кейін жаңағы солдат екі аяқсыз қалған. Ол осы жақында екі қолының көмегімен Эверестке көтерілген. Соның видеосын көріп, мысалы, мен ойладым, қандай мықты адам, күш-жігері мықты, қайратты адам деп. Сондай адамдарға қарап мотивация аласың. Бірақ та менің түсінгенім, ондай мотивация ол ұзаққа бармайды. Сен бір-екі күн оны есте сақтайсың, біраздан кейін сен оны ұмытып қаласың, ол мотивация туралы ұмытып кетесің. Сондықтан жетістікке жету үшін мотивация ол жеткіліксіз, ол күнделікті тұрақтылықты талап етеді. Мысалы, сен жұмыс істейсің ба, сен тұрақты түрде, тиянақты түрде жасауың керек. Айтады ғой, дисциплина. Сол ғана бір жетістікке алып келеді. Күнделікті сен қайталана отырып, сол істің шебері боласың. Сонда ғана сен жетістікке жетесің. Менің өмірлік тәжірибем бойынша мен солай ойлаймын. Мотивация ғана болу ол аз. Мен өмірде қандай да бір жетістікке жету үшін белгілі бір қағидаларым бар. Ол үздіксіз еңбек бірінші кезекте. Екіншісі, әрдайым ізденісте болу. Әрдайым білім алу, біліміңді шыңдау. Және де үшіншісі ол тәртіп. Сен қандай да бір жағдай болмасын, белгілі бір өзіңнің жоспарың бар, сол жоспармен тәртіпке қойып, үздіксіз сол тәртіпке бағыну. Және де ең бастысы, қандай да жағдай болмасын, ол адам болып қалу, адамгершілігінің жоғары болуы. Осы қағидаларды ұстанамын. Мысалы, қазақ айтады, көре-көре көсем боласың, сөйлей-сөйлей шешен боласың дейді. Сондықтан да сен білмейтін сұрақтарыңа жауап іздеп, әрдайым ізденісте болуың керек деп ойлаймын. Және де сен қанша өмір сүресің, сол өмір сүру барысында қалай өмір сүру керектігін әрдайым үйреніп,
неге деген сұрақтарға жауап іздеуден тынбау керек деп ойлаймын.